Бисмилля. Ассаламу алейкум рахматулла. Құрметті осы Сәтпен өмір сүр сабағының қатысушылары. Алғаш сабаққа қош келдіңіздер. Алланың атымен бастаймыз. Аллаға сан шүкірліктер болсын осы күнге жеткенімізге. Бұл көптен күтілген сабақ, я. Біз көптен күттік. Алланың қалауымен, Алланың бұйрығымен осы күнге тура келіп тұр екен. Бұл білім дәл осы сабақ, осы қатысып отырған, дәл осы сабаққа қатысып отырған әрбіріңіз үшін сондай бір қайырлы білім болсын. Иншалла, әмин деп отырыңыздар. Бүгін алғашқы сабақ, кейін қосылғандарыңыз қосыла бересіздер, бастап кете берейік. Жалпы сабақтың аты осы сәтпен өмір сүр деп аталады. Яғни здесь и сейчас, дәл қазіргі сәтте өзімізді сезіне алу. Алдымен ең басын айтып өтейін. Біріншіден, осы сәтте өмір сүре алу, дәл осы сәтте сезіне алу біздің өміріміздің кәдімгідей красочный болуына, қызықты болуына, тіпті жаратушымыздың да толық қабылдап, оған толық шүкірлік айтуымызға кәдімгідей өзінің көмегін тигізеді екен. Бірақ сабақтың басынан бастап айтайын, алған ақпараттарды тек қана алып қана қоя бермеңіз, өйткені ми құсады. Миға артық ақпарат, артық білім тек қана ол сақталып тұра берсе, ол да шірейді, сасып шіріген су сияқты. Сондықтан бүгін алдыңыз ба, ең болмаса кем дегенде 2 әрекет болса да, осы сабақтан алған хотя бы 2 әрекетіңізді жасаңыз. Яғни тапсырмалар берілді ме, оларды жасаңыз міндетті түрде. Және тағы бір ескерту, біздің сабақтағы кез келген видеоларды біздің рұқсатымызсыз, біздің яғни тыйым салынған сабақтардың барлығын көшіруге, басып алуға, жазып алуға, оны таратуға қатаң тыйым салынады. Енді біз көрмегенмен Алла Тағала көріп тұр, сондықтан бұлардың барлығы сіздерге аманат. Ал кеттік, бисмилля. Жалпы ары қарай қосылып ала бересіздер. Мен сабақты кәдімгідей дәптер ручкаларыңызды алып, қазір мен сызбаларды сызамын, дәл солай жазып отырыңыздар, өйткені тіпті сабақтың өзінде осы сәтке кәдімгідей кіріп отырыңыздар да, так ертеңгіні болашақты бұл негіз қашан болу керек еді, или вообще ойламаймыз, дәл здесь и сейчас деген нәрсеге өзіңіздің фокусыңызды аударып, дәл қазір менімен бірге болыңыздар, яғни осы менімен бірге сабақты қорытыңыздар, сезініңіздер, эмоцияның барлығын. Мен айтып жатқан кезде мүмкін сразу көзіңізді жұмып, деп сезініп отырарсыз. Яғни барынша кез келген сабақты эмоцияңызды қосып, өзіңізге кәдімгідей көз алдыңызға елестетіп, өзіңіздің бойыңыздан өткізіп отырған кезде ми 2 есе жұмыс жасайды, ол ақпарат сізге жақсылап тұрып сіңеді. Яғни ол ақпарат иншалла сізде ұзақ қалатын болады, есімнен шығып кетті деген сияқты емес. Сондықтан Алла Тағала зейінімізді ашсын. Осы сабақ сізбен бізге сондай бір жеңіл сіңуін нәсіп етсін, және нәтижесін Алла Тағала оңайлатып қойсын. Бисмилля. Қараңыздар, сізбен біз жалпы мынау, яғни біздің ойлау жүйемізде, біздің миымыз ғой, барлық нәрсе біздің миымызда екенін уже білесіздер, қанша жерден уже айтылып жатыр бұның барлығы. Қараңыздар, мысалға, мынау біздің бір ойлауымыз деп айтайықшы, болмаса мынау біздің бір миымыз деп алатын болсақ, осы миымыз өзі кәдімгі көптеген адамдарда уже ол доказаны нәрсе, осы бір бөлінеді екен. Мынау миымыз біздің осылай бөлінеді екен. Біздің миымыздың үнемі шашыраған ойлар, ойлау жүйеміз осылай бөлінеді екен. Яғни мына жерде 40%, яғни 40% бұл өткен. Біз үнемі 40%, миымыздың 40%-ы өткенді ойлаумен занят. Енді ары-бері 41-42 болуы мүмкін, немесе 39, бірақ осылай уже әлемдік ғалымдардың дәлелдеуі бойынша қаншама адамдар зерттеу жасап көрген, сонда осылай. Ал мына жерде 40%, яғни 40% ол болашақ. Мына жерде бар болғаны 20% ғана бұл қазір. Енді қараңыздар, сіз бен біздің миымыздың 40%, яғни ойлауымыздың 40%-і өткенді ойлаумен занят. Қалған 40% болашақты уайымдаумен занят. Сонда біз қазір, сіз бен біз дәл қазір 20% ғана, бар болғаны осы 20% ғана сіз бен біз миымыздың өзімізді сезіне алуымыз осы ғана болып тұр. Егер мынаны қараңыздар, енді процентінен ақ білініп тұр ғой, бір адамға теңейтін болсақ та, мысалы, мынау былай, мынау былай, мынау былай, қараңызшы, жалпы біз осылаймызда кәдімгі мынау әрбіріміздің, сіздің сыртыңыздағы нәрсе емес, бұл ішіміздегі, менің миымның ішіндегі
Яғни менің мышлением, менің ойлау жүйемдегі деп әрқайсыңыз өзіңізге сіңіріп отырыңыздар, ақпаратты. Мысалы қараңыздар, менің мышлениемнің, яғни өмір сүруімде менің миым 40% мынамен занят, 40% болашақпен занят, ал қазіргі сәтте 20%. Енді ойлаңыз, мен дәл қазіргі сәтте өзімді 20%-ке ғана, 20%-ға ғана сезіне аламын. Дәл қазіргі сәтте, яғни мүмкін емес та, егер мына 20%-ті біз ең кем дегенде, жарайды енді бір 100%-ке жеткізбесек те, ең кем дегенде 40-50%-ке жеткізетін болсақ, онда біз дәл қазір бақытты бола алу, бақытты сезіне алу деген нәрсе бізде оңай болатын еді. Ол қалай? Дәл қазіргі сәтте қабілет сезіне алуымыз, өзіміздің ішіміздегі потенциал сезіне алу, қорқыныштар, тревожный, осының ішіне реніш, ашулану, біздің әртүрлі адамдарға ашуланымыз, өмірге деген недовольствиеміз, тіпті уайым, қайғымыз, көбісінің барлығы осының мына екеуінің ішіне кетеді. Соншалықты біздің миымыздағы мына прям төніп тұр да, қараңызшы, мына екеуінің дәулігін қараңыз. Мына бір адам деп санайтын болсақ, мына өткенім, мынау менің болашағым, мынау менің қазір. Әрине, мынау қазір өте қорқақ, мына екеуінен қорқады. Өйткені түрінен ақ көрініп тұр да, мына екеуі үлкен, мынаның іші не деген үлкен жаңағыдай мусорға толып қалған. Енді ол мүмкін емес, ол қайтпайды өткен деген нәрсе. Дымда пайдасы жоқ, бірақ денесі үлкен, бірақ пайдасы жоқ. Мынау да дәл сондай, денесі үлкен, бірақ пайдасы жоқ. Дәл қазіргі мынау ғана бар, кішкентай, бірақ қорқады. Мына екеуі екі жақтан төндіріп, мынаны қорқытқан кезде, мынау білмейді, өзін теряйды, яғни өзін жоғалтып алады екен да мынау. Яғни қазіргі біздің состояниеміз, біздің дәл қазіргі жағдайымыз осындай. Өзімізді жоғалтып алып, біз білмейміз не үшін. Осы кезде, мынандай жағдай болған кезде, бұл әрине әлсіз. Адам әлсіз болған кезде, қорқақ болған кезде, ол нені қалайтынын, қандай мақсат қоятынын, жалпы енді көп жерде айтылады ғой, егер де сен нені қалайтыныңды білсең, өзің ұнаған жұмысты істейтін болсаң, онда ол жерде ақша да болады, немесе жаңағыдай махаббатта, қарым-қатынас, отбасыда неше түрлі сфералар бар ғой, денсаулық болсын, предназначение, өзің табу. Осының барлығы егер де осы жерде сезіне алатын болса, онда бізде проблема болмайтын еді. Барлығымызда проблема бар. Осы проблеманы көбіне жасап жатқан мына екеуі. Мына екеуі бізге өте зиян. Сіз бен біздің мына екеуі дәл қазіргі, осы сабақ бойынша айтатын болсам, мына екеуі дәл қазіргі сәтте біздің жауымыз. Енді бізге мына өспей қалған мына адамды, яғни мына ойымызды бізге осын өсіру керек. Бұл бұлай өскен кезде, яғни барынша бұны үлкейтіп, өсірген кезімізде мыналар өздері-ақ кішірейіп, бұлар өздері-ақ итак кішірейіп жоқ болып қалады. Атак біз мынаны өсірмей, мына екеуін бірінші жойып алам, одан кейін бар өсем деген нәрсе жоқ. Яғни бұл екеуіне просто назарсыз қалдырамыз, отвлекация етпейміз, мән бермей қоямыз, бұлардан қорықпаймыз, қарамаймыз. Сол кезде ғана мына өсетті, сосын мына екеуі өздері өше бастайды. Примерно түсіндіре алдым деп ойлаймын. Мынаны барынша бізге өсіру керек. Бізге мыналармен қарсыласып, бұл екеуімен күресіп, энергияның, күш-қуаттың барлығын бұл екеуіне жіберуге болмайды. Қарсыласып, күресіп, соғысып керек емес. Бізге бүткіл фокусымызды, энергиямызды, күш-қуатымызды қалайда мынаны өсіруге, барынша осыған бар махаббатымызды беруге, бүткіл осыны қоректендіруге, тамақтандыруға, осыған жұмсауымыз керек. Мен әдейіге сіздерге түсінікті болсын деп осындай бір мысалдармен айтып жатырмын. Осы сәтте, бірінші күннен бастап қазір мен сіздерге тапсырма беремін. Мынаны суретке түсіріп алыңыздар, дәл осы сәтті. Өйткені осылай өздеріңіз сызып, жазып істейтін болсаңыздар, иншалла миларыңызда қалады. Сіздерге түсінікті болсын деп айтып жатырмын. Енді қараңыздар. Мен алдыңғыда да бір айтқан болатынмын. Сіздерге қазір ең бірінші тапсырмадан бастайын. Дәл бүгіннен бастап, қазір сабақ бітеді. Прям бүгін жаса деген нәрсені бүгін жасаңыздар. Бүгіннен бастап кәдімгідей дәптеріңіздің өзіңізге немесе 12 беттік кәдімгі балалардың дәптері бар ғой, сондай жұқа дәптер алыңыз да. Өйткені мына қалың дәптерді бастаған кезде ми мынаны толтыру керек екен ғой деген нәрсенің өзінен уже қорқа бастайды. Миымызды жайлап, қорқытпай, жаңағы кішкентай ғана тұр ғой, әлсіз ғана. Соны жайлап, барынша баптап, махаббат беріп, солай өсіруіміз керек. Сол бір ойды, қазіргі сәттегі ойымызды. Солай жаңағы дәптердің бір беті деп алыңызшы, жаңағы 12 беттік дәптердің. Соның мына төбесіне жазасыздар, мысалы бүгінгі числоны оны білесіздер. Осылай жазу керек екен. Сөйтесіздер да, мына жерге енді мен бұны тапсырманы алдында да берген болатынмын, бірақ білмеймін сіздерге бердім бе, бермедім бе. Мына жерде мысалы 7-ден бастайық. 7, 8,
9, 10, осылай кете береді, 11, 12. Яғни айналып келіп түнгі нешеде жаттыңыз? Мысалы үшін мына жерде 23, яғни 11 түнгі, немесе 24. 00, қай кезде жаттыңыз? Мынау сіздің таңертең сағат 7-де тұрып, немесе 6-да тұратын шығарсыз, мен білмеймін ғой. 6-да тұратындар да бар шығар. Яғни қараңыздар, дәл осылай әр күнге бір беттен арнап отырасыз да, осылай жазып аласыз да, сосын өте маңызды нәрсе бүгінгіні емес, мына жерде кеше деген болады. Кешегі күнді жазамыз, мен енді мына жерге қазір бүгін күнді жаздым ба? Мына жерге кешегі күнді жазамыз. Енді қараңыз, бүгінгі күн әлі біткен жоқ, Кешегі күн уже бітті, сол үшін дауыс жақсы естіліп тұр ғой, Сол үшін біз кешегі таңертең есімізге түсіреміз. Так, сағат нешеде ояндым? Ладно, сіз обязательно 6-да тұра алмай жүрген шығарсыз. Қазір режиміңіз бұзылып жүрген шығар, білмеймін, мына жерде 10-да тұрған шығарсыз. Маңызды емес. Фокусты оған бұрмаймыз. Яғни нешеде, кеше сағат нешеде тұрдыңыз? Именно кеше есіңізге түсіріңіз. Кеше 24 наурыз сағат нешеде тұрдыңыз, ояндыңыз. Есіңізге түсіріп көріңіз. Немесе қандай кез келген число, кеше мысалы 12 сәуір болмаса мынандай нешеде тұрдым? Тұра салып таңертең көзімді аштым, сағат нешеде? 6-да тұрдыңыз ба, или 10-да тұрдыңыз ба, білмеймін, не ойладыңыз? Просто екіге бөлеміз, Мына жерде не ойладыңыз, екіге бөліп отырасыз кәдімгідей, мына жерде бүйтіп сызасыз да. Егер де ойлаған ойыңыз көңіл күйіңізді көтеретін, сондай бір енді жағымды ой болатын болса, онда мына жерге былай жағымдығына плюс деп қоясыз. Ал егер мынаның төбесіне мына жерге мен кеше деген орны кішкене жоғары жазасыздар да, мына жерге негатив, мына жерге позитив деп жазасыздар. Ал егер мысалы таңертең тұрған кезде, мысалы негатив, позитив. Егер де 7-де қайтадан тағы есіңізге түсіріңіз, сағат 7-де не туралы ойладым? Тұра салып жаңағыдай проблемамды ойладым ба, қарызды ойладым ба, балдардың мектебін ойладым ба, или не знаю, вирусты ойладым ба, нені ойладым, ақшаның жоғын ойладым ба, нені ойладым, или вообще ештеңе ойлаған жоқпын, көзімді ашқан едім, көңіл күйім көтеріңкі болды да, бүгінгі күніме шүкір айттым. Осындай болатын болса, онда мына позитивке плюс қоямыз. Сағат 6-да ойларым позитивті болды. Ары қарай кеттік, сағат 8-де есіңізге түспеуі мүмкін. Буквально кешегі күннің өзі есіңізге түспеуі мүмкін, бірақ есіңізге түсіру өте маңызды. Осыған миыңызды жайлап уже үйрете бастаңыз, тренировка жасай бастаңыз, Сағат 8-де не ойладыңыз? Есіңізге түсіріңіз хотя бы. Енді прям сағат-сағатымен басында еске түспесе, бірақ түсірсеңіздер керемет болар еді. Түсіре алмасаңыздар хотя бы 2 сағаттан өткізіңіз. Так, 7-де есіме түспеді, 9-да. 9-да примерно уже Инстаграм ақтардым. Инстаграмнан мынандай жаңалық көрдім, көңіл күйім түсті. Негатив па? Плюс қойыңыз. Или позитив па? Оған плюс қойыңыз. Яғни осылай өзіңізге осылай график жасап алыңыз да, күнделікті бір күнге бір-ақ бетті арнаңыз да болды. Уже дәптерден жалқа қылмаңыз, Сөйттіңіз да күнделікті бақылап отырыңыз. Сосын ең соңында кешке бітті жатайын деп жатсыз ба? Именно уже бұл кешегі күн есіңізде болсын. Бүгін жасайтын болсақ, кешегі күнді жасаймыз. Өйткені бүгінгі күн әлі біткен жоқ, Ал бүгінгі күнді ертең жасаймыз. Дәл осылай өткен әрбір күніңізге осылай график жазып отырасыз да, ең соңына мына жерге итог жасаймыз, яғни қорытынды жасаймыз. Мына плюстарды қосып шығамыз. Мынау көп па? Мына жерде неше плюс болды? Мысалы үшін, мына жерде енді екеу тұр ма қазір? Екеу. Мына жерде нешеу? Біреу. Осылай итог шығарамыз, яғни қорытынды шығарып отырамыз. Әр күні, яғни примерно хотя бы өтініш сіздерден 4 күн осылай жасаңыздар өздеріңізге, сол кезде хотя бы сіздің миыңызда түсінік орнайды. Уже мен гарантия берем сіздердің миларыңызда негативтің көп шығатынына, өйткені өзім оны қанша рет жасап көрдім. Мынау көп енді бақылап көріңіздер, мүмкін іштеріңізде бар шығар позитив көп шығатындар. Уже байқай бастайсыз, сіз күніңіздің қанша процентін негативке жұмсап жатырсыз, ойларыңыздың қанша проценті негативке бағытталған екенін сіз уже біле бастайсыз. Сосын бұны білудегі мақсат не? Сіз уже негативке бағытталғаннан кейін енді ары қарайғы жұмысыңыз бұл диагностика. Алдымен адам бірінші ауруын білу үшін диагностика жасайды. Диагнозын анықтағаннан кейін уже сол аурумен күресу оңай болады, иншалла. Сондықтан мен алдымен ойларымды түзегім келеді, жаман ой ойлай беремін дегеннің алдымен өзімізді контроль жасап, осылай диагностика жасаймыз. Бұл бірінші этап. Сосын білгеннен кейін ары қарай енді сізге белгілі мынау негативтерді азайтып, мынаның санын көбейту керек. Мақсат осы. Болды, мақсат осы ғана. Сіз енді ары қарай осымен жұмыс жасай бастайсыз. Түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыздар. Сабақ, біздің сабағымыз здесь и сейчас, яғни осы сәтпен өмір сүр деп аталады, Осы сәтпен өмір сүрмеу, жаңа айттым, мына жақта 40, мына жақта 40, дәл қазір
20% біз өзімізді сезіне аламыз. Дәл қазіргі сәтте біз қазіргі сәттегі біздің ойлауымыз 20%, 20%. Осы 20%-ды ойлау немесе осы 20%-дің барынша көбеймеуі, мынау здесь и сейчас-тың кетіп қалуы біздің 4 нәрсемізді ұрлайды екен. 4 жағдайда. Қазір мен айтып өтемін, қандай жағдайлар екенін сіздер жазып отырыңыздар, иә. Яғни дәл осы сәтте бола алмау. Здесь и сейчас, дәл қазір отырған жеріңізді сезіне алмау. Не өткенге кетіп қалу, не болашаққа кетіп қалу біздің 4 түрлі жағдайда біздің 4 түрлі зиянын тигізеді және 4 түрлі нәрселерімізді ұрлайды екен. Ең біріншісі ол біздің яғни болашаққа уайымдауымыз. Ең бірінші себебі, иә? Здесь и сейчас дегенді сезіне алмауымыздың ең бірінші себебі ол болашаққа уайымдау. Яғни бұл нені ұрлайды? Бұл біздің тыныштығымызды ұрлайды. Спокойствие дейді ғой, осы миымызда бәрімізде дәл қазір мейлі бәрі жетсін. Мейлі біздің ойымызша, егер де ақша көп болатын болса, қарыздарымнан құтылсам, ипотекамды құтылсам, мейлі, не знаю, баламды оқытсам, қызымды студенттің университет ақшасын төлеп тастасам, мейлі машинаңыз бар, не знаю, кредитті жауып тастасам, бәріміздің мойнында бірінші орында ойлайтынымыз ақша көп болса, күшті бақытты болып кетер едім. Ақша көп болып кетсе, мен тып-тыныш отыратын едім. Сол кезде ғана мына жерімдегі спокойно, маған тыныштық келетін еді, көңіліме деп ойлаймыз, бірақ біз солай шешіп алдық. На самом деле, кім үнемі болашақты уайымдай беретін болса, мейлі ол миллиардер болсын, ол бай болсын, кез келген достижениеге, өзі армандаған нәрсеге жетсін. Біз здесь и сейчас осы жерде болып тұрып та жетуіміз мүмкін, стремление, қиындықпен көп мақсаттарға жетуіміз мүмкін, бірақ ол кезде бәрібір тыныш бола алмайды. Ол кезде біз бәрібір бақытты сезіне алмаймыз. Егер де дәл қазір настоящий осы сәтті сезіне алмайтын болсақ. Миымыздың бағытталуы, миымыздың кәдімгі фокусы осы сәтте болмаса, ақшаны миллиардтап тапсақ та, қарызымыздан құтылсақ та, бәрібір біз оған жетеміз, бірақ бәрібір біздің миымыз солай привычка, солай әдеттеніп қалған. Я настоящий бақытты сезіне алмайды. Яғни тыныштықты ұрлайды. Ең бірінші зиян, ең бірінші ұрлығы. Яғни бақытымызды ұрлайды, тыныштығымызды ұрлайды, біздің жүрегіміздің тыныштығын ұрлайды. Яғни себебі, өйткені бірінші себебін айтып жатырмын, болашаққа уайымдай беру. Яғни және келесі бір зияны, яғни келесі бір ұрлығы деп айтайыншы, ол бізге жалқаулықты алып келеді. Біз болашақты уайымдай берген кезде, болашақты көп ойлай беретін, болашақты уайымдай беретін адамдарда еріншектік пен жалқаулық деген нәрсе басым бола бастайды екен. Не үшін? Енді қараңыздар, жалқаулық деген нәрседе бізге онымен қарсыласу керек па, жоқ әлде достасу керек па? Бізге просто білімсіздік жетпей жатады да, көбіне ойбай жалқаулықпен қалай күрессем екен, мен еріншекпін, мынандай деп жатамыз да көбіне. Просто қазіргі сәтіңіздің энергиясын ұрлайды осы бір болашақты уайымдай беру деген нәрсе. Не үшін біз еріншек боламыз? Өзімізге слишком көп проблеманы миымызға беріп отырамыз. Ертең болашақта не болады? Ана не болады? Қызым өссе не болады? Балам өссе не болады? Или ертең вообще әлемнің бәрін коронавирус жаулап кетсе не болады? Анау енді осы өмірдің өзінде осындайда болашақты уайымдай беретін болатын болсақ, біз көп процентті болашақты ойлай беретін болсақ, біздің миымыз оның барлығын, прям әлемнің барлығын, сіз қорқатын болсаңыз, миыңыз екі есе ол қорқыныш болып барады да миыңызға. Мида қорқыныш болған сайын ол да мотивация өшеді. Яғни ешқандай желание болмайды да мида. Одан кейін бізде действияға деген, яғни іс-әрекетке бірдеңе жасау керек еді дейміз да, бірақ қош ерініп жата береміз. Желание болмайды. Білесіздер ме? Соның, яғни ми сізді уже действияға итермелемейді. Керісінше ол сізді тармай істетіп отырады. Ешқандай іс-әрекетке уже қадам баса алмай қаласыз. Осы жалқаулықтың бірден бір себебі, естеріңізде болсын, еріншектіктің бірден бір себебі болашаққа көп уайымдай беру. Яғни барлығына жетуіміз мүмкін, қолымыз барлығына жетуі мүмкін, армандап, вроде бы да, мысалға, мен өзімді мысалға алайыншы, мен қатты армандадым да, әйтеуір кішкене болса да, жарты бөлме болса да, Алматыда үйім болса екен деген сияқты да, өзінің үйім болса екен деген сияқты. Болды, сол үшін жұмыс істейсің, сол үшін таң атады, күн батады, барлығын сол үшін, лишь бы алдыңда мақсат тұр, үй алу керек деген сияқты да. Сөйтесің да, жетесің, и что? Дальше что деген сияқты да. Яғни адамдар
мына бір таудың шыңы болатын болса да, мына бәріміз мына жақта жүретін болсақ, бір-бірімізбен таласып, арқаларымызда бәріміздің рюкзак бар да, осы тауға қарай бәріміз тау тас мына жердің бәрі. Енді тауға қарай оңай емес қой, элементарно кәдімгі реально қарап көрейікші, сол таудың шыңына қарай шығып бара жатырмыз. Мақсатымыз мынаның шыңына бірінші жету, мынаның ұшына жету бірінші. Әйтеуір жолда алдымыздан неше түрлі құлап қаламыз, артқа қарай қайтадан шығамыз, құлаймыз, қайтадан шығамыз, тырмысып жатырмыз. Жанымыздағылар біреу қалып жатыр, біреу озып жатыр, бірақ бәрібір таласып шығып жатырмыз. Әйтеуір годами, жылдар өтті, қиыншылық болды, әлсіреп терледік, шаршадық, или тіпті бір жерімізді жырып алдық, бірақ шықтық та ананың төбесіне. Шықтық, ал жарайды, елден бірінші таласып әйтеуір шықтық. И дальше что? Шыққаннан кейін ары қарай не болады? Ары қарай болды, қайтадан түсу керек па пәске қарай, или қайда барамыз шыққаннан кейін? Дәл осындай да. Яғни біз сол шығу кезде, мына жерде шығып бара жатқан кезде процесс деген нәрсе бар да. Яғни біздің жалпы сіз бен біз адамдар екі типке бөлінеді. Бірінші типтегі адамдар процесстен ләззат алады, жасалынып жатқан барысында ләззат алады да. Ал екінші бір типтегі адамдар бар, олар тек қана результат. Яғни екіге бөлінеді процесс, результат деп, результат деген нәтиже. Кейбір адамдар бар, тек қана нәтижесін ғана ойлайды да, бақыттың барлығын, бүткіл бақытты нәтижеге байлап қояды да. Болды, сол нәтиже үшін ол барын салады да. Лишь бы сол нәтиже үшін. Оны маған шығу барысында негізі осының жолда уже процестің өзінен рахат алатын болсақ, осы процестің әр сәтін сезіне алатын болсақ, әр сәтке мына жерге шыққан екен, бір сатыға шыққан екен, жайлап етіп айналамызды қарап, төменге қарап, күшті екен, природа қандай деген сияқты да. Мен примерно осы бір өмірдің мысалы сияқты емес, мысалға айтып жатырмын, сондай да. Тағы бір шыңға, мына жерде тағы бір лесницаға жеткеннен кейін тағы да жаңыңыздағыларға қарап, мен адамдар накасы осып барадыр екен ғой деген сияқты артыңызға қараған кезде, бүйтіп жан-жағыңызға қарап, сезіне алып, қай жерге келдім, ауаны сезініп, осылай егер сөйтіп тоқтап, жайлап, сезініп, жан-жағыңыз қай жерде келе жатсыз, қалай келе жатсыз, организм қалай, терлеп жатқан жоқсыз ба, жаурап жатқан жоқ, аяғыңыз лай болған жоқ па деген сияқты. Яғни өмірде де солай да. Осылай әр сәтті жету процестің өзінен біз ләззат алатын болсақ, сезіне алатын болсақ, онда мына жаққа шыққанда бізде деградация болмайды. Яғни деградация деген адамдар кейбір мақсатқа жеткеннен кейін яғни расслабляется, тоқтайды олар. Келесі бір нәрсеге жету бітті, олар үшін ештеңе өмір қызық болмай қалады да. Сондай болып қалады. Біз қашан цельдерімізге қиналып жеткен кезде бізде сондай болып қалады көбіне. Сол үшін барлық нәрсені болашаққа, ертең оның жақсылығын көремін. Ертең мен осыдан бүгін шыдай тұрайын, бүгін мен мына бір қиындыққа, мына бір проблемаға шыдай тұрайын, зато ертең оның рахатын көремін. Осылай алдап, осы бір алдауықпен, осы бір өтірікпен өзімізді өмір бақи алдап жүрміз да. Біз дәл қазір қиындықтарыңызбен бірге өзіңізді дәл осы сәтте кішкене болсын бақытты сезіне алуға болады, сезінуге болады. Өзі отырып алып, өзінің үйі бар екенін отырып алып айтуға оңай дейтін шығарсыздар, үйі бар болсын, жоқ болсын, миллиардер болсын, кім болса да өзіне жарасатын проблемасы бар. Барлық адамның миында бзиктары бар, барлық адамның уайым қайғысы бар, бірақ өзіне жарасады. Әркім өзінің шектеуімен, миымен жасап алған ол нәрсені. Сондықтан біреу бақытты үйге байлап қойған, біреу бақытты күйеуге байлап қойған, біреу бақытты балаға байлап қойған, біреу бақытты машинаға, әркім әр нәрсеге байлап қойған. Біреу үшін бақыт деген ол денсаулық, жүре алмай жатқан коляскадегі адам үшін жүріп кетсе, соның өзі бақыт, үлкен бақыт. Сол сияқты әркімнің бақытты қабылдау дәрежесі әртүрлі да. Негізі осы сабаққа келудегі, немесе менің сабақты сіздерге берудегі мақсатымыз қазіргі сәттің өзінде біз бақытты екенімізді сезіне алсақ, хотя бы соған сезіне алмасақ та миымызды соған қарай, мышлениемізді бағыттай алатын болсақ, онда өмір бақи, білмеймін, ары қарай қанша өміріміз қалды біздің. Ертең бақытты болам деген нәрсені өшіріп, иншалла ол ертеңгі бақытты болып жатса, ол бізге бір тосынсый болсын, ол бір Алланың бізге берген бір сюрпризі болсын, Мысалы, сіз балаңызға да ертең мен сенің туған күніңе мынандай подарка әкелемін дейсіз да. Подарканың бүткіл түр сипатын бәрін анықтап көрсетіп қоясыз. Мынандай машина, мынандай лего әкеліп беремін, или өстем дейсіз да. Бітті, ол бала уже ұйықтамай күтеді. 2 күн қалса туған күніне, 2 күн қашан болады, 2 күн қашан болады, 2 күн қашан. Ол бүгінгі өмірінің мәнін жоғалтады. Ол бала тамақ жатқан кезде де сол туралы ойлап отырады да, қашан ешкім қалды, 1 сағат қалды, 2 сағат қалды, или 14 сағат қалды деген сияқты да. Уже ол соны ғана ойлай береді да, өйткені бақыттың бәрін соған тіреп қойды. Сосын алады, сіз главное жетеді, ол күнде келеді. Алады, жетеді, ойнайды, бітті, ары қарай. Сразу өшеді да мотивация.
тура сондай да, өмірде де барлығы сондай. Біз болашақты ойлаймыз деп қазіргі сәтіміздің мәнін жоғалтып алдық көбіне. Енді бұл сабақтағы мақсатымыз сол. Бүгін көбіне теория болуы мүмкін, иә. Бұрын естімеген бір ауыр ақпарат та болуы мүмкін, жалықтыруы мүмкін, миыңыз қарсы шығуы мүмкін. Ертеңнен бастап Алла бұйыртса, практикалық неше түрлі жаттығулар болады, иә. Және келесі нәрсе иллюзия, яғни әлі бірінші қорқыныш туралы айтып жатырмыз, иә, бірінші себеп туралы айтып жатырмыз. Иллюзия бізді алдайды. Ертең балаң өседі, сен бақытты боласың, қызың өседі, бақытты боласың. Осыдан енді бәріміз кішкентай күнімізде бізді туды, иә, біз өсуге ұмтылдық, бәріміз қашан өссек екен, қашан өзіміз жаңа бастауыш класста жүргендерге үлкен класстың қыздарына қарадық, қашан солар сияқты болады екенбіз, қашан ертерек әйтеуір тезірек өсуге, жаңағыдай шаштарымызды бүйралауға дайын болып, кішкентай қыздар әйтеуір өсуге ұмтылып тұрады. Өскеннен кейін қашан студент болады екен, мына студент әпкелер келген кезде қашан солар сияқты болады екен, студент болғаннан кейін енді қашан жұмыс істейді екен, жұмыс істегеннен қашан осыдан күйеуге тисем бақытты болатын шығармын, күйеуге тигеннен кейін қашан туам, туғаннан кейін енді қашан балам өседі, өскеннен кейін бәрібір жайлап годами қартайып жатырмыз, қашан ол бала үйленеді, үйленсем осы бала үйлендіріп барлығын әйтеуір жайғастырып, туған бала шағамның барлығын қызымды жіберіп, ұлымды жіберіп, бәрінен құтылсам, сөйтіп тыныш отырсам екен, әйтеуір бесік тойына дейін бәрін жіберіп, сол кезде бақытты боламын, иә, сол кезде жүрегім тыншиды деп ойлайды. Сосын ол үйленеді, жетеді, ал енді ары қарай немерелер басталады. Ал енді келім аман-есен туса екен, или қызым көтеріп туса екен, немерелер туады, немерелерім өссе екен. Лишь болса енді осы немерем тойын көрсем екен, осы немерем өссе екен, ол университетке түссе екен, осылай адам естіп, енді мынандай болса екен, яғни бүткіл бақытты немерем өскен кезде, жаңағыдай балам үйленсе, қызым үйленсе, өзім өссем бақытты болам деп біз кішкентайымыздан сол ертеңге бүйтіп қарап, қазіргі сәтімізді ұмытып, ертеңге бүйтіп қарай беріп, біз қазіргі сәтімізді ұмытып, солай біздің өзіміздің миымыздың привычкасын, өмір сүру, қабылдау привычкасын өзіміз солай үйретіп алдық. Және ми бұны норма деп қабылдап қалды. Қазіргі сәтті байқамау, қазіргі сәтте не болып жатқанын вообще мән бермеу, это уже норма. Миға солай норма, стандарт болып қалыптасып қалды. Сондықтан да бұл ақпараттар ұйықтап жатқан миымызға кішкене ойбай, мынау не айтып жатыр, не мыжып кетті, бірдеңе деп қарсы шығып, осындай бір ойлар келуі мүмкін. Қазірдің өзінде білмеймін сіздің не ойлап отырғаныңызды. Сондай ойлар келсе, уже сізде бірінші қарсыласулар, иә, миыңыздағы жаңағы, яғни үйреніп қалған нәрсеге, яғни бұл да бір зона комфорта деп айтсақ та болады. Үйреніп қалған, мүлдем үйренген жоқ, атыспаққа жақсы деген сияқты. Жаңа ақпарат алған кезде, жаңа ақпаратқа бір отырған кезде, всегда бізде не жалқаулық болады, не қорқыныш болады, не страх изменения болады, не қарсыласу, ана біреуді, яғни барынша жаңағыдай сылтау іздей бастаймыз да. Оны лишь бы біз емес, оны ми лишь бы ана ақпаратты өзіне алып, ақпаратты алсам бұл өзгеріп қояды, бұрынғы нәрсеміз бізге жаңа задачалар істеу керек болады деген сияқты. Бұл мидың бір қорқынышы ғана. Сондай қорқыныштар болып жатса, қарсыласу болып жатса, жаман ойлар келіп жатса, это нормально. Ешқандай переживать етпеңіз, иә? Бұл осы бірінші этап болады. Біз бірдеңеге өзгеріп жатқан кезде тірелеміз, иә, мынандай бір қараңызшы, мен мына жақтан келе жатырмын да. Яғни годами мен келе жатырмын, бір менің дамуым деп айтайықшы. Мен осылай бір келе жатырмын да, и просто бүйтіп ешкім өсіп кететін болса да, ешқандай алдында оны қарсыласу, мынандай бір бөгеттер, тормоздар болмаса, онда бәріміз бірдей өсіп кететін едік та, бірдей дамып кететін едік та, сосын мына дүниеде ақымақтар қалмай қалатын еді да. Яғни бәріміз осылай келе жатқан кезде обязательно мына жерде бізде осындай бірінші саты болады. Біз өсуге қарай, жоғары қарай талпынып жатқан кезде бірінші саты шығады. Міндетті түрде бірінші, яғни препятствие деп айтайыншы, бір бөгет болады, иә. Осы бөгет бұл қорқыныш. Бұл страх изменения, яғни өзгерістен қорқу, қарсыласу, сылтау, жалқаулық, осындай нәрсе болады өзгеріс жаңадан бастаған кезде. Осыған кеп тіреледі, кез келген өзгерісте, кез келген даму осыған кеп тіреледі. Бұл бірінші саты. Егер осыдан кейін адамдар наған тіреледі, сосын жайлап артқа қарай қайтып кетеді. Айтпақшы болмайды екен, қош, қолымызды бір сілтейміз да, қайтадан сол баяғы диванымызға жатамыз, сотқа шұқылаймыз. Сөйтіп өміріміз өте береді. Біз солай 10 жыл, 20 жыл ешқандай өзгеріп жатқан жоқпыз. Вроде білімді алып жатырмыз, вроде біз ақылдымыз. Оны айтып жатса, мен білем. Мен айтқан, мен білетін нәрсені айтып жатыр ғой, мынау деген сияқты да. Бірақ біз істемейміз ғой. Мына бірінші неден қайтып кеттік қой. Біз аламыз білімнің барлығын. Мына жерде еще жай емес, біз арқамызда рюкзак бар, яғни білімдеріміз бар. Келдік, мынаған қарсыластық. Бірінші қарсыластан уже алдымызда шыққан бөгеттен артқа қарай қайтып кеттік. Ары қарай тағы бір екі рет қайтпай, 2-3 рет бүйтіп жаңағыдай, яғни тебетін болсақ,
бұл нәрсе ашылатын еді, жайлап бұл есік ашылатын еді, иә, бірінші қарсылық. Бітті ғой, ары қарай ашылғаннан кейін, уже мына қарсылықтан кейін, бірінші сатыдан кейін ары қарай оңай кете бастайды даму. Біз жоғары қарай кетеміз да, иншалла. Бірақ біз көп 95% адамдар осыған келіп тіреледі. Айтып жатырмын ғой, бүткіл адамда өзгеріске дамуға шыққан кезде обязательно қарсылық болады, қорқыныштар болады, мүмкін емес онсыз. Біздің миымыз өйткені солай үйренген. Егер мынадан ары қарай осы сабақтан кейін сізде деп мысалы осыны әдейіге сіздерге қолыммен көрсетіп жатырмын, сіздердің миларыңызда сондай бір ассоциациямен қалсын деп, якорение болсын деп. Осыдан жарып 2 рет 3 рет ары қарай теуіп өтіп кететін болсаңыздар, иншалла ары қарай уже оңай. Тек мына жердегі бірінші қарсыласу қиын, ары қарай оңай, иә, иншалла. Енді болашаққа уайымдамаудың бірден бір жолы, болашақты көп уайымдамаудың, ол мына тәнді, тек миды ғана емес, барлығын мидан өткізе береміз, иә. Мына тәнді босаңсыту, барынша релаксация жасауда. Үнемі мысалы қалай жасайсыз? Ертең бұны анық бір тапсырма ретінде беремін, иә, Алла бұйырса дәл осының тапсырмасын. Именно релаксацияны ертең тапсырма ретінде беремін сіздерге. Қазір бүгін мынаны істеп алыңыздар деп жатырмын, бірден көп тапсырма бермейін деп жатырмын, иә. Сосын енді келесі екінші бір себеп, яғни екінші бір ұры, ол негативке фокус кетіп қалады көбіне. Біздің ойларымыз позитивке емес, негативке қарай бағытталып кетеді. Фокусты білесіздер, фокус деген внимание, фокус деген назар, фокус деген кәдімгі. Ойлаңызшы, мына жерімде мысалы менің фонарик бар деп ойлаңызшы. Тура менің осы жерімде фонарик бар. Сіздің, менің, бәріміздің осы жерімізде фонарик бар. Мен қараңғы бөлмеге кірдім, яғни өзім мүлдем білмейтін жаңа бөлмеге кірдім. Бірақ мына жерімде тура қақ шекемде, қақ маңдайымда фонарик бар. Осы фонарикпен былай қай жаққа қарадым, сол жаққа жарық түседі, иә? Қай жаққа қарадым, сол жаққа, мына бұрышқа қарасам, сол жаққа жарық түседі да, бір бұрыш енді өрмекшіленген, шаң тозаң, ана жердің бәрі жаман болып жатқан, мусорға толып жатқан шығар. Мына жаққа қарап қалсам, ойбай деймін де, оған қараймын да, сосын қарамауға тырысамын, иә? Мына жаққа қарасам, бір әдемі, білмеймін, гүлдер тұрған шығар. Мына жаққа қарасам, упакованный подаркілер тұр. Әртүрлі нәрсе бар да, примерно мысалмен айтып жатырмын. Дәл осылай біздің мына жердегі мына фонаригіміз, сіз бен біздің фокусымыз. Дәл осылай, яғни қай нәрсеге жаңа қараңғы еді, бөлме ештеңе көрінбейтін еді. Мен қай жаққа қарадым, сол нәрсе анық маған көріне бастады. Өйткені оған жарық түсті. Мен мына жердегі жарығым түсті да, ол нәрсеге мән кіре бастады, иә. Тура сол сияқты мен фокусымды қай нәрсеге қарай бұрамын, сол нәрсеге мән кіре бастайды. Яғни егер үнемі шағым айта беретін болсам, егер менің осы жолым болмай қойды, Құдай деп өзімді өзім үнемі аяп, түнде жатқан кезде жаңағыдай бір өзім қалғанда жылап, болмаса адамдардың бәріне кімге айтсам екен, ішімдеген айтқым келеді, анау мені бүгін лоқ қылды, унижаться етті, күйеуім үйтті бүйтті. Короче, осындай шағым айта беруге мышлениемді өйстіп бағыттап алатын болсам, ол нәрсеге мән кіре бастайды. Яғни шағым айтатын, жалобы істейтін нәрсе сондай бір өмірімде көбейе бастайды, сол бір нәрселер. Сол нәрселерге мән кіре бастайды. Ал егер жаман мусордың ортасынан бір кішкене болсын позитивті іздейтін болсам, жаман адамның бойынан бір қойшы, оның мынандай плюсы бар деп постоянно іздей беретін болсам, иә, сол нәрсеге мән кіре бастайды. Тіпті сіздің күйеуіңіз сізге ұнамайтын шығар, иә, прям неге тидім осыған деп өкінетін адамдар да бар ғой, иә. Сүйте тұра, так іздеп көрейінші, хотя бы 3-4, мен бұның бойынан бір плюс іздеп көрейінші деп, кәдімгідей кез келген, мен мысалға айтып жатырмын, кез келген нәрседен плюс іздей беретін болсақ, сіздің сосы іздеуіңіз, мына жердегі фонаригіңіз, фокусыңыз ол, иә. Сол нәрсеге, сол позитивке мән кіре бастайды. Мән кіре бастайды деген сөз, сол нәрсе көбейе бастайды, иншалла да. Яғни кез келген жағдайда осындай. Кім позитив іздесе, позитив оның өмірінде көбейе бастайды. Кім негатив іздесе, оның өмірінде негатив көбейе бастайды. Просто миымыздың іздеу бағытын, так жаңа мышлениеміздің уже біреудің бірнегесін аңдап атқан кезде, біреудің үйіне барған кезде, оның кірін көрген кезде, білмеймін, енді неше түрлі адамдар бар да, бір тез жиіркеніп қалған адамдар бар, или вообще кез келген жағдайда біреудің бірінші сразу, біреудің даже посттарын оқып атқан кезде, сразу оның оқып атқан кезде, мысалы мен өзімді көп контроль жасап отырамын да, так оқып жатқан кезде, ойбай, сауатсыз жазған, ол нормально жазбаймын, или анауыныкін алдын өткенде жазған постын қайталап жазып жатыр, или анауыныкін көшіріп жазып жатыр, или мынандай, осындай деген мышлением кетіп жатыр ма? Стоп! Сразу өзіңізге кәдімгідей не осылай щелчокпен стоп дейсіз, не кәдімгідей қатты шапалақпен ұрасыз. Сілкіну керек миыңыз, мысалы балада деп айтқан кезде, хей десеңіз тоқтайды ғой бала. Тура сол сияқты миыңыз сіздің деп кетіп бара жатыр жаман негативный мышлениеге. Тура сондай кезде стоп дейсіз да, болды. Мен жаман нәрсе ойлап бара жатырмын.
просто жаман нәрсе ойлама деудің қажеті жоқ. Просто өзіңіздің жаман нәрсені дәл қазір ойлап жатқаныңызды және сол сізге қандай эмоция тартып жатқанын бақылайсыз. Яғни бірінші стадия ол диагноз қою. Так, мен жаман мышлениеге кетіп бара жатырмын. Үнемі өйстіп өзіңіздің мышлениеңіздің қай жаққа қарай кетіп бара жатқанын бақылай берсеңіз, миыңыз үйренеді да, өзіңізге өзіңіз оңай диагноз қоя бастайсыз иншалла. Ал біз қашан диагноз қойған кезде ары қарай емдеу жолдары оңай болады. Кез келген ауру, кез келген мысалы біреудің іші ауырып жатса анағанда барады, немесе бас ауырса невропатологқа барады, лорға барады, может ол мұрнынан шығар, может остеохондроз шығар, может қанастықтан шығар, может давление, может білмей жатырмыз да, анаған апарамыз, мынаған апарамыз. Соны диагноз таппаудың кесірінен біз көп шығындаламыз. Ана врачқа МРТ-ға түседі, анаған барады, мынаған барады, табылмайды в итоге да. Егер диагнозды дәл тапса, біз шығынымыз да азаятын еді, энергиямыз да, уақытымыз да азаятын еді, дәл ауруын табатын еді. Тура сол сияқты сіз бен біз алдымен менің мышлением, менің ойлау бағытым қай жаққа қарай бағытталған, қай жаққа кетіп бара жатыр, фокусым қай жақта, негатив па, позитив па, өзіңізді бақылап көріңізші. Адамдармен көп әңгімелескенде шағым айтасыз ба, или шүкіршілікті көп айтасыз ба? Не айтасыз, аузыңыздан не көп шығады? Вот ең бірінші стадия бұл диагноз қою. Біреуге емес, объект өзіме диагноз қою, постоянно. Бұл өте маңызды. Яғни бұл нені ұрлайды, біздің негативке деген фокусымыз біздің ең бірінші настроениемізді ұрлайды. Үнемі негативке фокустанған адамдар үнемі қабақ басы түнеріп жүретін, өзіңізді байқап көріңіз. Ары бері үйде думкаға кетіп қалуыңыз мүмкін, бірақ айнаға жиі қарап тұрыңызшы. Айнаға қарап қалған кезде түріңіз қандай болып тұрады? Постоянно қабағыңыз өйстіп түйіліп, өзіңіз білмейсіз, өзіңізге білінбеуі мүмкін, бірақ сырттағы адамдарға ол нәрсе қатты білінеді да. Или өзіңізді мен мысалы бір-екі рет жасап көрдім да, кәдімгідей шетке бүйтіп телефонды қойып қойыңыз да, видеоны. Или посуда жуып жатқанда, тамақ істеп жатқан кезде видеоны қойып қойыңыз, соткаңыздың видеосын қосып қойыңыз, егер памятіңіз жетсе, конечно. Сөйтіңіз да, ол ұзақ тұра берсін. Сосын оны ұмытып кетесіз ғой, жұмыс істеп жүріңізде, сосын қайтадан өзіңіздің видеоңызды көріңізші. Өзіңізге со стороны қарап көріңізші. Кәдімгідей сұмдық, анау деген прям ұрып жіберетін сияқты да, түр деген прям өлтіріп жіберетін сияқты да, біреуді қабақ басын түйіп алған. Сонда яғни үнемі думканың өзіне ешкіммен әңгімелеспесе де, сөйлеспесе де, бірақ ойлаған ойы постоянно өкіне беретін болса, болашағын ойлай беретін адамдар, постоянно фокус, вниманиеңіз бәрі соған кететін болса, сіздің настроениеңіздің үнемі көтеріңкі болып жүруі азғантай пайыз. Қашан біздің настроениеміз үнемі көтеріңкі болып жүреді, көңіл күйіңіз көп нәрсені шешеді, есіңізде болсын. Қашан көңіл күйіміз көбіне көтеріңкі болып жүреді, біздің дәл қазіргі істеп жатқан істеріміздің 90% сапалы бола бастайды. Иншалла, соған мән кіре бастайды. Егер де сіздің ісіңіз сапасыз болып жатса, үнемі болмаса бастықтан ұрыс естеңіз, енеден ұрыс естеңіз, күйеуден ұрыс ести берсеңіз, яғни білесіз, өзіңіздің соңғы кезде ісіңізде мән мағына жоқ, некачественно қазіргі жұмысыңыздың өзі. Просто фокусыңызды өзгертіңіз, осындай болып жатса, егер де, фокусыңызды, назарыңызды, вниманиеңізді негативтен, мышлениеңізді негативтен позитивке ауыстырыңыз. Оның да жолдары бар, неше түрлі жолдары. Ертең, Алла бұйыртса, практикада бұның барлығы айтылады ертеңгі сабақта. Яғни сіз қашан миыңызды негативті нәрсеге бұра бересіз, ол сізге әдет болып қалады. Ми оны привычка, нормально деп ойлайды, запечатает, кәдімгідей печат қойып қояды, это нормальное явление деп, сөйтеді да бітті. Оған уже позитив нәрсе ойлау деген қиын болады. Ең басты нәрсе сіздерге айтайын, егер де кім привычкаларын, яғни әдеттерін өзгерте алса, жаман әдеттерін жақсыға өзгерте алса, ол адам управляет жизнью дейді, өзінің өмірін басқара алады. Өзінің өмірін басқара алу деген өзіңізге кәдімгі граница қоя аласыз. Сіздің көңіліңізді ешкім таптап кетпейді. Адамдар кіріп, бізде граница жоқ болғаннан кейін, қалаған адам кіріп шығып білгенін жасап, проходной двор қылып тастайды да сіздің көңіліңізді. Ешкім сізбен санаспайды. Болмаса сіз, яғни осындай өзіміз рұқсат береміз ол нәрсеге. Оған да осы негативті, фокусымыздың негативті кетуі сол әсер етеді. Яғни біз сол үшін үнемі іштей қиналамыз да. Кез келген бір жаңағыдай негативті фокусымыздың, уайым қайғымыздың ертең не болады, болмаса өткенге өкіне беретін адамдар бар ғой осы. Ананы бекер сөйтіп істедім, білейін, сол кезде неге қателік жасадым, анау неге менің жолым болмай қалды, сол неге маған солай жоқты екен, ол мен туралы өйтіп айтты екен деген сияқты нәрсе. Бітті, миымыз сол нәрсеге үйреніп, байланып қалғаннан кейін тек қана біз ғана іштей қиналамыз, сырттағы нәрсе сол күй біз ойлаймыз да сырттың бәрі, әлемнің барлығы
осындай бір күңгірттеніп кетті деп. Жоқ, әлем өз күйінде, әлемнің краскасын бәрі, сырттағы адамдар өз өмірін сүріп жатыр, әркім өзінше. Проблема ішіңізде дауыл, жаңағыдай неше түрлі алай-дүлейдің барлығы сіздің ішіңізде болып жатыр, проблеманың барлығы. Сондықтан ең бірінші осы жерде айтып өтейін, егер де сізге дәл қазіргі сіздің жағдайыңыз ұнамайтын болса, бірдеңеге көңіліңіз толмаса, просто ең алдымен мышлениеңізбен жұмыс жасаңыз, привычкаларыңызбен. Мышление деген нәрсе біздің ойлау бағытымыз. Не нәрсені көп ойлайсыз, алдымен жұмыс жасаңыз деген кезде, қалай жұмыс жасаймын деуіңіз мүмкін. Ең бірінші диагноз қойыңыз. Айтып өттім. Мен айтқан нәрселерді жасаңыздар, өтініш, құрметті ханымдар. Жасай бастасақ, алдымен диагнозды қойсақ. Бүгін осы диагнозды қоя бастасаңыз, ертең мен уже емдеу жолдарын айтамын да, бірінші диагноз қоямыз. Сол кезде менімен бірге істейтін болсаңыздар, мен ары қарай уже сабақ біткеннен кейін сұрақ жауап эфирін жасаймын, Алла бұйырса. Сол кезде уже мынаны істеп едім, Балқия ханым, мынандай шықты, немесе мынаны істеп едім, менде мынандай қарсыласу шықты. Яғни істеп көру барысында сізде шығады бірдеңелер да. Сол кезде маған сұрақтарыңызды қоя алатын едіңіздер. Қазір алып алайын, кейін істеймін деген нәрсе, это уже прокрастинация. Ертең деген нәрсе мида қосылған кезде, кейін деген нәрсе қосылған кезде, тағы да болашаққа қалдырып қоямыз да, бүгінгі күнмен өмір сүру, яғни бақыттың өзін сезіне алмай қаламыз. Сондықтан өте маңызды нәрсе бүгінгіні бүгін істеп тастау, Яғни қандай ой, сізді қайсы ойыңыз сізге қандай эмоция әкеліп жатыр. Осы нәрсеге өте қатты мән беріңіз. Келесі үшінші нәрсе, яғни үшінші бір себеп, үшінші бір ұры деп айтайықшы, ол қорқыныш, сәтсіздіктерден қорқу. Страх неудач дейді да бұны. Бірдеңенің сәтсіз шығуынан қорқуда. Ең бірінші жаңа мен айтқан нәрсе бар ғой, бірдеңе идея келеді ойымызға, мынаны істеп көреміз дейміз, мынаны істеп көреміз дейміз, бірақ сол кезде бізге неше түрлі қорқыныштар келе береді, Яғни бұл қорқыныш нені ұрлайды? Бұл қорқыныш біздің дамуымызға тормыздық береді. Кәдімгідей біздің развитиямызды, жетістігімізді, қалай айтсам екен, бүткіл жеңістеріміздің барлығын ұрлайды осы нәрсе. Кез келген қорқыныш, сәтсіздікке деген қорқыныш, бұл біздің жетістіктерімізге бөгет. Бұл просто всего лишь миыңыздың тұзағы. Солай біліңізші, это просто ловушка мозга. Кез келген андай болып қалсашы, бір бизнес бастайын деп жатсаңыз, банкрот болып қалсамшы, или білмеймін енді, сөздің халықтың алдына шығайын деп жатсаңыз, қазір позор болып қалсамшы, сөйлей алмай қалсамшы, осының барлығы просто жаңа болайын деп жатқан нәрсеге сіздің миыңыздың сізге беріп жатқан тұзағы, құрып жатқан тұзағы. Сіз сол өзіңіз барып, сол қақпанға, мидың қақпанына барып, өзіңіз алдына барып, кәдімгідей соның тұзағына барып түсесіз, ол бетіп сізді қақпан қысады. Біз өзіміз соған барып ұрынамыз. Сондықтан өзіңіз деп анан бір қорқыныш, екінші қорқыныш шақырады, ол ана қорқыныш шақырады, осындай сәтсіздіктерден қорқу. Кез келген қорқынышты жеңетін ең бірінші қадам оны жасап көру. Именно қорыққан нәрсеңізді жасап көру. Жасырын жасаңыз, жалғыз жасаңыз, әйтеуір жасап көріңіз, қорқынышты түрде. Қорқынышты, яғни миыңызды жеңе алсаңыз болды да, яғни сіздің миыңыз көрсе болды, басқаларға көрсетпей қойыңызшы. Өзіңіз көрсеңіз болды, сіздің миыңыз, бұл қорқынышты емес екен ғой, Құдай-ау, сонша қорқып едім деген сияқты да. Мысалы, шарды, ана біреу шарлап жатқанда біз ойбай, чарлады деп қорқамыз ғой, ше. Анан ішінен как будто бірдеңе пах деп шығып, сосын бәрімізде бір көзіміз кіріп кететін сияқты ма, бірдеңе болған сияқты, именно өйстіп қорға береміз, бәрімізде болады ғой. Бірақ шар жарылған екен, деп қайтадан күле саламыз, ол пах еткеннен кейінші. Яғни ол біздің емес, ол привычка мозга, бұл мидан қорқынышы. Сондайда кез келген нәрседен ойбай деп қорқа береміз, бірақ оказывается жарылғаннан кейін Құдай қиын емес екен ғой деген сияқты да. Оншалықты қорқынышты емес екен ғой ол деген сияқты. Просто жасап көру керек. Яғни қорыққан адам, ол қорыққан адам, үнемі сәтсіздіктен қорқа беретін адам, яғни неудачадан қорқа беретін адам өзін сол сәтсіздікке шыдауға үйретіп қояды. Яғни сәтсіздік бола ма, шыдай береді. Олар уже шыдамды бола бастайды. Шыдамды деген кезде қалай айтсам екен, уже ол өзін-өзі солай үйретіп тастайды да, ничего страшного деген сияқты. Осындай нәрсе бізді тежейді. Бұндай нәрсе бізді дамуға, бір дәл осы отырған жерімізде былшықта отырсақ, қазір бір лайда отырған болсақ, осы лайда до конца отыра беруімізге ол әдемілеп тұрып бізге жағдай жасайды, осы бір қорқыныштар. Сондықтан дискомфорт, яғни ол бізге дискомфорт сыйлауы мүмкін, кез келген қорқыныш. Жаңа айттым, страх изменений, өзгерістен қорқу деген сияқты. Болмаса
осындай күшімнің барлығы басқа жаққа кетіп қалады, банкрот болып қаламын, пустой болып қалады, кеткен нәрсемнің барлығы ертең қайтпай қалады, мен берген нәрсемнің барлығы, немесе самооценкам түсіп кетуі мүмкін деген сияқты осындай бір қорқыныштардың барлығы миыңызға келіп тұр ма? Бірақ нәрсе 2 секундтың ішінде кез келген миыңызға, өзіңіздің миыңызға стоп, это всего лишь мидың тұзағы дейсіз да, ол нәрсені жасап көресіз. Бұл тек қана теория тұр, иә? Енді қараңыз, мынандай нәрсе бар да, сәттілікке өмірі, яғни өзінің миы, оның ойлау жүйесі сәттілікке бағытталған адам, ол үнемі кез келген қиындықты мүмкіндік деп қарайды. Оның миы это возможность, это шанс деп қарайды да. Так, бұл қиындықтан мен не алсам екен, болмаса бұл қиындықтан маған қандай сабақ бар деп. Ол солай ойлайды. Өзіңізді біле беріңіз, өзіңізге тест жасаңыз. Ал сәтсіздікке миы бағытталған, соған бейім адамдар, неудачадан қорқатын адамдар, яғни олар кез келген нені сылтау етіп, яғни ақтайды, өзін ақтап алады. Кез келген немесе бірдеңені істеу керек болса, ол мүмкіндік деп көрмейді, ол оны ақтап алады, яғни сылтау айтқыш болады. Егер мынау болған кезде, мысалы қазіргі заманда вирус болып жатыр, бірдеңе әлемде, мемлекетімізде неше түрлі нәрсе болып жатыр ғой, осыны байқаған адамдар бұны мүмкіндік деп көріп жатыр. Әртүрлі мышлениясы, әркімнің мышлениясы әртүрлі, қабылдау әртүрлі. Кейбіреулер үшін бұл бір әрине қайғы, беда. Осы карантин болмағанда мен мынандай нәрсе істейтін едім. Осы карантин болмағанда, осы бір вирус атаулы атаңа нәлет, атың өшкір, осы вирус келмеген кезде мен мынаны істейтін едім. Мына вирустың кеп қалдына отырғанымды қарашы деген сияқты да, барлығын әкеліп осы вирусқа тіреп қояды да, немесе осындайда өзін солай ақтап алады. Негізі мен жетер едім, мынандай нәрсені істер едім, бірақ мына вирус кінәлі болып тұр да, деген сияқты. Мен всего лишь вирусты әшейін бір мысал айтып жатырмын. Кез келген нәрсе болуы мүмкін. Біз кейбір кезде мен негізі істейтін едім, бірақ бала-шағам кінәлі деген сияқты. Кінәламаймыз, бірақ мен үйдегі отырған бала-шағам, ана бала-шаға қарау керек, тамағы бар, ол жылайды, бірдеңе, әсіресе декретте отырған әйелдер. Мен негізі дамығым келеді, өскім келеді, мынаны жасағым келеді, бірақ менің бала-шағам бар, или менің күйеуімнің мінезі жаман, или менің енем бар. Осылайда осындай сылтау, ақтау көп адамдар, олардың мышлениясы, олардың ойлауы сәтсіздікке бағытталған. Направление деген солай кеткен. Ал керісінше екінші жақтағы адамдар кез келген ситуациядан өздеріне шанс тауып алады. Так, бұл бір шанс, не тапсақ екен? Яғни сіздің келесі бір өзгеруіңізге обязательно сондай бір қорқыныш арқылы деген уайымдау арқылы біз өтуіміз мүмкін да. Келесі бір сатыға өсуіңізге бұл бір мүмкіндік, бұл бір шанс. Так, осы бір шансты пайдаланып қалу керек маған деген сияқты да. Қалай да осыдан бірдеңе шығару керек деген сияқты. Уже осылай өзіңізді тренировка жасай берсеңіз, мышленияңызды өзгерте бастасаңыз, сіздің миыңыз сәтсіздіктен қорқу дегенді жайлап азайта бастайды. Сосын оның түбінде әрине қорқыныш азайған екен, оның астында жетістіктер деген нәрсе жатыр, яғни достижение деген нәрсе бар да. Мақсаттарымызға жетуде біз айқын уже решение қабылдай бастаймыз, иншалла. Келесі нәрсе, яғни төртіншісі, қазіргі сәттен ойды бөлу, яғни здесь и сейчас деген нәрседен отвлекать ете беру, яғни басқа жаққа ойдың бөлініп кетуі. Бірдеңені дәл қазіргі кейбір адамдар бар да, мысалы туған күн күтіп жүреді да, қашан туған күн болады, как будто туған күнде ол бір күшті болып кететін сияқты, сол күн настроениесі күшті болатын сияқты күтіп жүреді, и туған күні келеді, ол күнде жетеді, сөйтеді да, тура сол. Мен примерно туған күнде мысалға айтып жатырмын. Ол күн мүмкін свадьба болуы мүмкін, ол күн, не знаю, күйеуіңізбен үйленетін күн болуы мүмкін, ол күн сіздің туатын күніңіз болуы мүмкін. Әркімнің сондай бір күтетін, сондай бар, сондай біз сол күнге байлап қоямыз да, бүткіл настроениені, бақыттың барлығын. Сөйтеміз де сол күн келеді, тура сол күн келген кезде бәрібір миымызда бір тревога тұрады да. Блин, әне күн осы, мысалы туған күн деп айтайықшы, осы туған күнді әне күн нан бүйтіп піскен кезінде бұдан да күшті болатын еді, или нан біткен кезде бұдан да күшті болатын еді деген сияқты да. Яғни қазір осы болды, мә күшті деген сияқты удовольствиені, рахатты, қуанышты сезіне алмаймыз да, барынша 100%-ке. Бәрібір әйтеуір уайымдайтын бірдеңе тауып аламыз. Өйткені біздің миымыз солай үйренген, солай привычка уже миымызда. Кез келген күшті, барлық жақсы нәрсенің өзінен фук өткізіп әйтеуір бір уайымды тауып алу, өзімізге өзіміз уайым тауып беру миға привычка болып қалған. Яғни жаңа сіздерге көрсеттім ғой, мына жерде. Мына жерде мысал қараңыздар. Мынау өткен, мынау болашақ, бұл уже өтті, жоқ мынау. Бұл өлді деп ойлайықшы, мынау уже өлді да, жоқ бұл. Ал мынау белгісіз не болатын, мынау болашақ,
бұл белгісіз үлкен жерде сұрақ белгі тұр. Мынау өтті, мынау болашақ, мынау жизнь деген нәрсе. Мынауда, мына жерде өмір бар. Мынау, яғни біздің, сізбен біздің өміріміз, дәл қазіргі. Яғни мен деген нәрсе бар да. Мынау өлді, мынау мүлдем белгісіз тұман, мына жерде адасу. Ал мынау жизнь. Сонда қазір біз өмір сүріп жатырмыз, тек қана 20%. Осыған азғантай ғана беріп қойды. Қалғанның барлығы мына заблуждениеге кетті, или өкінішпен кетіп жатыр. Тура сондай сияқты да. Яғни өміріңіз ұнамай жатыр ма? Өміріңіздегі сізге сәтсіздіктеріңіз, неше түрлі енді анау болып қалды, мынандай бәрімізде бір шағым бар. Не істегіңіз келеді дейтін болса, ақшам көп болса, барлық қарыздарымнан құтылсам, или жаңағыдай білмеймін, үйленсем, күйеуге тисем, күйеуім күшті болса, енем күшті болса, бір бала тусам, бір қыз тусам, денсаулығым жақсы, осындай болса, яғни дәл қазіргі өміріміз ұнамай жатыр ма? Дәл қазіргі өмірімізге, значит, біз мән бермей жатырмыз. Көп бөлігіміз, тағы да айтамын, өткенге өкінішпен өтіп кетіп жатыр өміріміз. Дәл қазір сіз неше жастасыз? Білмеймін, қайсыңыз қанша жасқа келдіңіздер. Өмір деген осы, өмір деген бүгін. Дәл сізмен біз отырмыз, қазір эфирде отырмыз. Дәл осы өмір деген болды. Ары қарай бұдан да күшті болса, ертең мен солай күшті боламын деген сияқты емес. Дәл қай жерде отырсыз қазір? Қай қалада, қай ауылда, қай жерде, қазір жерде отырсыз ба, диванда отырсыз ба, паласта, кілемде, киізде, или вообще ағашта, столда отырсыз ба? Қай жерде отырсыз? Өмір деген дәл қазір осы. Яғни ертең болады өмір, или өмірімнің барлығы өтіп кетті емес, өмір дәл қазір. Бүгін деген нәрсе. Осыған миыңызды, осы сөзді өзіңізге көп айтыңыз. Өмір деген ол бүгін. Өмір деген дәл қазір. Яғни сол кезде миыңыз тура біздің миымыз бала сияқты да. Ананы айтатын кезде, қой, оны айтпа. Ананы айтқан кезде, деп баланы айтамыз. Бала деген білмейді ғой оң солын, сөйтеді да бала ананы мынаны алғысы келе береді, үйтеді, бүйтеді. Бірақ сол кезде біз қой деп бүйтіп баланы кішкене бүйтіп рамкаға салып отырамыз, Сол сияқты біздің миымыз да отвлекаться ете береді. Анау өткенде, мынау бүйткенде, шіркін-ай, жылап, қашан болады екен, или вообще өткенде бүйткен кезде ғой, мен оны өмір бақи ұмытпаймын. Мені осындай неғып кетті, мен сондай кекшілмін, кешіре алмаймын. Анау мынау бітті да. Өз өмірімді өзім осындай бір лаймен лайлап тастап жатырмын. Мен өзім өмірім, егер де мен болашақты көп өкінетін болсам, или өткенде өкіне болсам, болашақты ойлай беретін болсам, сол үшін өмір деген дәл қазір. Мен не үшін айтып жатырмын бұл сөзді? Менің осы айтқаным арқылы сіздің құлағыңыз естіп жатыр да, миға бұл ақпарат барды, миға барып жатыр. Тура осылай өзіңізге өзіңіз өте жиі айтыңыз. Өмір деген, мысалы, бақия, өмір деген міне осы. Өмір деген ол бүгін. Мен өзіме көп айтамын да осы нәрсені. Айнаға қарап тұрып айтсам да, өмір деген ол осы, дәл қазіргі сәтің. Қазір, бүгін осы. Осы настоящий момент бұл сіздің өміріңіз. Оған қанша процент бөлгеніңізді уже біліп жатырсыз. Осыдан ақ біліңіз, егер дәл қазіргі өміріңіз ұнамай жатыр ма, сіз просто дәл қазіргі настоящий моментке көп көңіл бөлмей жатырсыз. Барлығын болашаққа тіреп тастадыңыз, или өткен өміріңізге өкінуге тіреп тастадыңыз, Сондықтан өзіңізбен қашан бүгінгі өміріңізге байлайсыз, жаңағыдай сөзді көбірек айтасыз, миыңыздың направлениесін, привычкасын үйретесіз. Бұл сізге тренировка болсын, осы бір нәрсе. Қашан осы тренировканы өмір деген бүгін, өмір деген дәл қазір. Қазіргі сәттегі әрбір істеген нәрсеңіз сезіне бересіз, үйретесіз, миыңыз үйренеді. Бұрын білмейтін едіңіз, миыңыз үйренбеген еді, бірақ ми жайлап үйренеді. Қашан ми үйренген кезде өзіңізбен контактыңыз күшейеді. Өзіңізбен контакты деген нәрсе, мысалы мен бір жақсы бір адаммен, жақсы бір ұстазбен, мынаның білім ұнап қалса, біреудің байлығы ұнап қалса, түрі өзі ұнап қалса, сонымен қалай да жақсы араласып, былай бауырмал болып кетіп, сонымен прям күшті подружка болу үшін мен онымен контактты жиілетем. Сыйлық беремін, оны аңди бастаймын, яғни байланысты жиілетем. Тура сол сияқты өзіңізбен контактыңыз жиілей бастайды, егер сіз бүгінгі өмірге концентрация жасайтын болсаңыз, миыңыздың привычкасын үйрететін болсаңыз, иншалла. Және дәл, яғни қазіргі сәтті сезіне бастаған адам, ол өмірінің жарқын краскілерін, эмоцияларын сезіне бастайды да, қазір істеген нәрсесін сапалы істей бастайды. Мысалға, сіз дәл қазір не істеп отырсыз? Тамақ ішіп отырсыз ба? Ішіп жатқан тамағыңызға мән беріңіз. Мен не ішіп жатырмын? Қандай тамақ ішіп жатырмын? Бізде тіпті тамақтың өзінде, білесіздер ме? Мысалы, кесе деп айтайыншы, мына қасық. Біз тамақ ішіп жатқан кезде жанымыздағы сөйлеп отырып, бірнәрсе деп отырып, анаған сөйлеп, сотқа қарап отырып, мынаны бүйтіп тұрып ішеміз. Немесе тамақты ішіп отырған кезде аузымызды шайнап жатырмыз, бірақ бессознательно, на автомате келесі қасықты бүйтіп аузымыздағы шайнап, неғып асқазанға түскен жоқ та. Келесі қасықты алып қоямыз да.
и дайын тұрады да, келесі уже мына жерге да. Байқайсыздар ма? Өзіңіздің бүгіннен бастап тамақ ішу барысында қандай іс-әрекеттер жасайсыз, процестеріңізді бақылай бастаңызшы. Не істейсіз? Иә? Бақыламағанымыздың кесірінен біз көбіне переедаем, яғни асқазанымыз, тәніміз, миымыз сезінбейді. Дәл қазір не жеп жатқанын сезінбейді. Өйткені ол нәрсе жоқ, мида ондай направление жоқ, ондай функция жоқ, өшіп қалған бізде. Егер де осыны жасай бастасаңыздар, тамақтың әрбірінің дәмін бөлек-бөлек сезініп, рахатын сезіне бастайтын болсақ, егер де, сонда бізде семіздік деген проблема да жайлап кете бастайтын еді. Енді ол бөлек тақырып әрине. Сондықтан вниманиемізді, назарды бақылай алмау біздің, яғни қазіргі вниманиеміз қай жақта? Қайға кетіп жатыр сіздің вниманиеңіз? Осы нәрсені бақылай алмау біздің сәтсіздіктеріміздің ең басты факторы. Қандай да бір сәтсіздікке ұшырасаңыз, онда дәл сол сәтте сол нәрсені дәл қазір істеген нәрсемді сапасыз істеп жатырмын деген сөз. Бізде көп нәрсеге, яғни миымызда шашырау диалог көп, иә. Ертең Алла бұйыртса нақты тапсырмалар беріледі. Бүгін бұның барлығы теориялық түрде болды, иә. Енді қараңыз, тамақ жеп жатсыз ба? Фокус беріңіз, дәмі. Ол тамақ, яғни қалай айтсам екен, сол тамақтың жейін деп жатқаныңыз, сол бір әрекеттер сізге қандай да бір сезім әкеп жатыр. Мысалы, тамақ жейін деп жатқан кезде, қарныңыз қатты аш кезде, болмаса қарныңыз аш болмаса да тамақ жейміз ғой, иә? Сол нәрсе сізге не әкеледі бұрын? Қазір мен сұрағымның өзіне білмеймін деуіңіз мүмкін да. Бұрын білмейтін едіңіз, енді мән бере бастаңыз. Қандай сезімде боласыз? Действительно, қандай эмоция, қандай сезім әкеледі сізге? Или вообще нейтральный ма? Мүлде мән бермейсіз ба? Или қуаныш сезімін әкеледі ма? Не әкеледі? Сол қандай нәрсені вызывает, яғни ми мүмкін емес вызывать етпеуді, ми кез келген іс-әрекетке бір эмоцияны шақырады, кәдімгідей да. Ол білмеймін, тіпті әртүрлі нәрсе, үй жинап жатқан кезде, посуда жуып жатырсыз, күйеуіңізбен сөйлесіп жатырсыз, ол сізге қандай эмоцияны шақырады, какие эмоции вызывает дейді. Сондықтан өте маңызды. Бұдан кейін әрбір қазіргі істеп жатқан нәрсеңізге өте мән бере бастаңыз. Не істеп жатырмын? Мен қазір не істеп жатырмын? Мен дәл қазір не істеп жатырмын? Мән беріңіз. Тамақ ішіп жатырсыз ба? Дәміне мән беріңіз. Посуда жуып жатырсыз ба? Кәдімгідей рахаттанып жуыңыз ол нәрсені. Дәл қазіргі сәтте өзіңізге сұрақ қоя беріңіз. Яғни бүгінгі сабақ осындай бір теориялық сәттерге байланысты. Сабақты міндетті түрде қайталап 2 рет, 3 рет көріңіздер, және мынау жаңа айтқан, өзіңізге міндетті түрде бүгіннен бастап тест жасаңыз, сағаттардың барлығын бөліңіз, мышлениеңізді анықтаңыз. Міндетті түрде өзіңіздің қай сағатта не ойлайтыныңызды бақылаңыз. Анық, қатаң түрде контрольға қойыңыз өзіңізді. Сосын Алла бұйыртса привычкаларымызды, әдеттерімізді үйрете бастаймыз ертеңнен бастап. Нақты тапсырмалар беріледі. Бүгінге осы. Енді артығырақ тапсырма берсем, тағы да миыңыз құсуы мүмкін. Алла тағала осы сабаққа қатысқан әрбіріміздің бүгінгі сәтпен өмір сүруімізді жеңілдетіп қойсын. Осы сабақты сіздер үшін, біздер үшін сондай бір үлкен бір жемісті, жеңісі бар, нәтижелі, сондай бір қайырлы сабақ етсін. Баршаларыңызға келесі сабаққа дейін. Ассаламу алейкум рахматулла.